О заманда bu zaman жәннатқа жолдама сатылып жатыр ағайын. $7000 берсеңіз, бір есіге айқара ашық көрінеді. Белгілі дін насихаттаушы Жанәділ Райымбеков дүйім елдің алдында қажылықты дәл осылай жарнамалады. Қоғамда қызу талқыланған тақырыпты тілшіміз тарқатады. Жәннатты сатып алатын адамдар болады. Білесіздер ма? Қажылыққа $7000 ақша беріп, жәннаттық болып келетін адамдар бар. Олар жәннатты сатып алғандар. Тірі кезде жәннаттан орын брондауға шақырған Жанәділ Райымбеков бұл. Бүкіл күнән кешіріліп, түгел проблемаң жойылады дейді. Ол үшін тек қажылықты өтеу керек екен. Турфирмада істейтін діндар пайғамбардың сөзін мысал қып, уағыз айтқан. 700 мыңның ақшасын бересің, 7 миллиардтың проблемасын шешесің. 700 мың теңге бересің, 7 миллионнан құтылмайтын бәлелерден құтыласың. 700 мың теңге бересің, жәннатты сатып алды деген пайғамбарымыз бір сахабаны көрсет. Дүйім елді жинап, қажылықты өтеудің игісін насихаттадым дейді Жанәділ. Бірақ онысын қалталы азамат та жағдайы жоғы да тыңдап отырған ұмытқандай. Қажылық парыз, тек біреудің міндеттеуі шарт емес. Діндар бүгін сұхбат берді бізге. Құнанбай бір атар қой, пәленбай жылқы айдап барған. Сөйтіп 4 жылдан кейін оралған қажылықтан. Сол жәннат деген нәрсеге қол жеткізу үшін барды, ол еркенен барған жоқ ояққа. Тура сол сияқты сен барып қажылыққа барып қазір бағасы $7000. Сөйтіп егер қажылығың қабыл болып келсе, пайғамбарымыз хадисінде айтқандай, қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат дейді. Яғни сен жәннатты сатып алған адаммен бірдейсің. Бірақ тозақ пен жәннаттың есігін ашатын бір жаратқан, жаратылыстың қолында тек іс-әрекеті ғана. Қоғам белсендісі соңғы кезде елімізде қажылықты да ойыншық қылып, Меккені тура демалыс орнына айналдырғандар көбейді дейді. Бір сөзбен сәнге айналған, ал орынды орынсыз үгіт насихат жүргізушілердің ісін діни басқарманың осалдығынан көреді. Кейінгі уақытта қазақ елінде осындай аузым бар екен деп не болсын айта беретін, сақал өсірген, өмірінде бір кітап оқымаған адамдар өріп кетті, қаптап кетті. Соған өкінішке қарай оған тыйым салатын бізде заңымыз солқылдақ, былқылдақ діни басқарма, бұларға тыйым салу керек та. Жәннатты сатып алам деген о заманда бұл заман қазақ болғалы бұл нәрсені естімеппін, шын айтайын. Қасиетті ислам дінін аяқ асты қылуда да. Осы тұста айта кету керек, Жанәділ Райымбеков жамағатты қажылыққа апаратын турфирманың қызметкері. Жарнама жасау да еңбек дейді, бірақ алған бетінен таймады ол. Пайғамбардың сөзі деп жәннатты сатып алуға болатынына сенеді. Ал діни басқарма дін турасындағы бұл оқиғаға қатысты ләм-мим демеді, сұхбатқа да келіспеді. Гүлназия Мирханқызы, Евразия бірінші арнасы, Алматы.